Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Шоро каналы түсіңізде әмиян көру нені білдіреді? Түсіңізде әмиян көре салып, оны ақшаға қарай жоруға асықпаңыз. Түс әлемінде құндылықтар сәл өзгеше. Мұндай түсті қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Түсіңізде әмиян көрген болсаңыз, оның ішінде не болғанын есіңізге түсіруге тырысыңыз. Егер ол бос болса, қамықпаңыз. Мұндай түс ішіңіздегі жабырқау сезімін құтыласыз деген сөз. Әдетте әмиянды бір нәрсеге ұмтылып, мақсатқа жету жолында тер төгіп жүрген адамдарға көрінеді. Егер түсіңізде әмияныңызды ұрлап кеткен болса, онда шынайы өмірде солай болуы мүмкін. Сақ болыңыз, қаржыңыздан бағалы затыңызды айырылуыңыз мүмкін. Ал ақшасы бар әмиянды көрсеңіз, қуануға асықпаңыз. Ақшаңызды айырылуыңыз немесе жақын адамыңызбен ренжісесіз. Егер біреудің сөмкесінен әмиян ұрласаңыз, онда сіз жаңашылдыққа ұмтылған, өзгеруге талпынған адамсыз. Көп ұзамай бір тәуекелге баратыныңызды ескертеді. Егер сіздің әмияныңызды ұрлағанын көрген болсаңыз, онда шынайы өмірде мүмкіндігіңізді жіберіп алудан қорқып жүрсіз. Ал жоғалған затыңызды біреу әкеліп берсе, кім екенін есіңізге түсіріңіз. Себебі сол адамға қарыз болуыңыз мүмкін.